Бүгін Семей медицина университетінің бастамасымен Семей қаласында өңірлік жастар форумы өтті. Жастар форумының негізгі девизі ерікті ел патриоты деген бағытта. Елбасымыз, бірінші президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жыл басында жариялаған жастар жылының аясында 2020 жылға еріктілер жылының жоспарлануына байланысты президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен, қолдауымен осы Семей медицина университеті жастар форумын өткізіп отыр. Жастар форумының негізгі мақсаты осы студенттер арасында патриоттықты, студенттер арасындағы рухани жаһандануды жетілдіру, ары қарай дамыту. Жастар жылында елбасымыз айтқандай, жастарға барлық мүмкіншіліктерді кеңінен пайдалану, жастарға жоғары білім алу, жоғары сапалы білім алу, жоғары тәрбие алу, сол арқылы ертеңгі қоғамымыздың, еліміздің гүлденуіне үлес қосатын азаматтардың патриоттық рухын жоғары көтеру. Осы жастар форумының аясында бірінші халықаралық Медюз деген олимпиада жүргізіліп жатыр. Ол Қазақстандық студенттер ассоциациясының осы форумды қолдауының арасында өтіп жатыр. Сонымен қоса Enactus студенттік бизнес форумның жұмысы жүріп жатыр. Осы жастар форумның аясында 200-ден астам студенттер келді. 12 университеттің арасында университеттерден Қырғызстан Республикасынан, Бішкек қаласынан 6 жоғарғы медициналық оқу орындарының студенттері осы олимпиадаға қатысу үшін. Сондықтан біз үшін, осы Семей медицина университеті үшін осы жастар жылында жастар форумын ұйымдастырып, өткізіп, ары қарай осы форумның аясында студенттер волонтерлық жаңағы бағытты, үлкен бағытқа айландырып жүргізу, оны ары қарай бүкіл өңірлерге үлгі ретінде тарату бірден-бір үлкен біздің тәрбиелік, рухани құндылықтағы жүргізіп жатқан шараларымыз.